Сәлем достар, бүгін біз кеуде бұлшықеттерін жасаймыз. Бұлай айтқанда грудь, мен грудь деп айта берейін, солай оңайырақ болады. Бірінші жаттығу мынандай: наклонда аяқ жоғары, бас төмен. Мұнда грудьтың асты жақтары жұмыс істейді, мына жерлер. Бұл грудьті такой жалпақ көрсететін осы мышцы астыға қарай түсіріп былай. Мен де өзімде осы асты жағы отстает всегда. Сондықтан мен осыдан бастаймын, акцент осыған қоям. Бұны бірақ жасамас бұрын алдында былай обычный школдағы жаттығулар жасау керек. Жаттығу иықтың бұлшықеттерін қыздырып, а то иық ең травмоопасный жер. Сондықтан бірінші упражнение. Бірінші сосын бастағанда жай салмақсыз грифтің өзімен ғана жасау керек. Бастаймыз. Жай бос грифпен разминка істеп алдық. Енді ақырын салмақ қосамыз. Мен мұнда бір 130 килограммен істесем, оған 3 рет істеп жету керек. Мынау да менде қазір 20-20-дан 60 килограмм қоям. Бұл да менде подход деп санамаймын әлі. Бұл разминка. Одан 100 қоям, например. Одан 3 рет уже мен өзімнің рабочий весімді қоям. Содан бастаймыз. Бірінші подход деп содан бастап қана санауға болады. Сосын мынаны істеген кезде бірінші очередь техникаға назар аударыңыздар. Қазір мен жасап жатқан кезде видеодағыдай қалай істейтініме соған назар аударыңыздар. Например, қазір бұлай ауызбен айтып өтейін. Штанганы ұстап түсірген кезде жай штанга құлай салмау керек үстілеріңізге. Оны ақырын түсіресіз. Грудьпен штанга үстінен басып тұрады. Сіз оған қолмен қарсыласып тұрасыз. Сосын ақырын қолмен өзіңіз түсіресіз грудь мышцаларымен. Сосын итересіз. Итергенде жымайды грудь. Сосын шынтақты бұлай ашпаймыз. Шынтақты түзу қылып ашпаймыз. Шынтақ кішкене бұлай бүгіліп тұру керек. Вот түсіріңіз, көтересіз, кішкене бүгілген күйі қалады. Соны қайтадан түсіре бересіз. И мына үстінде пауза болмау керек, тоқтамау керек. Түсіресіз, көтересіз, тоқтамайсыз. Мынандай амплитуда ғой. Бұлай көтересіз, тоқтамай сразу қайтадан түсіре бересіз. Көтердіңіз, ақырын тоқтамай түсіресіз. Көтергенде даже можно кішкене взрыв жасап жерге ауыр болса, а түсірген кезде соны асықпай ұстап тұрып өзіңіз түсіру керексіз. Соған қазір мен істегенде қарап назар аударыңыздар. Жаңағы бірінші упражнениені 3 подход бітірдік. Рабочий веспен. Енді мынандай наклонда бас үстіге қарап тұрады.
былай гантельмен жым айтетеміз, жым гантелімен. Бұл уже жаңағы астына болса, енді мұнда грудтың үстіне барады. Астын істедік, енді грудтың үстін істейміз. Мұнда енді жаңа анда разминка жасадық қой. Мұнда разминка істемей, мұнда сразу рабочий под вес аламыз, рабочий салмақ. Мен енді 40 килограммен істеймін. Сіздер өздеріңіз бір 10-12 рет істей алатын вес салмақ сондай алу керексіздер. Рабочий салмақ деген сол примерно орташа солай болады. 10-12. 12-ден ары қарай істей алмайтын салмақ. Ауырлығы сондай болу керек. Кет. Давай. Енді бұл упражнениеде техника тоже жаңағы сияқты. Бірінші жаттығудағыдай шынтақты да толық ашпаймыз, жартылай бүгулі. Бірақ мұнда жақындап түсіресің алдынан. Шынтақ былайынан кетпейді түсірген кезде. Кішкене төмен қарап тұру керек. Мынандай угол болу керек. Осылай. Былайынан істейтіндер бар көбінесе. Олай грудь үсті жағы тоже жақсы чувствуется, но иықтың буындарына ол өте зиян былайынан түсірген. Бүгін болмаса ертең иық травмируется. Сондықтан грудь көтереміз, лопатканы қосамыз, иықтан қатарып тұрасыз, осылай тұрасыз. И шынтақ кішкене төмен қарап тұрды. Осылай көтересіз. И шынтақты толық ашпаймыз. Түсірген кезде жаңағыдай ақырын түсіріп, қазымен жасаған кезде сол назар аударыңыздар қалай істейді. Амплитудасына скорость, қандай скоростьпен жасау керек. Так, 3 подход. Бірінші жаттығуда 3 подход жим наклоне. Сонымен барлығы 6 подход болды. Негізі бастап жүргендерге, 1 жыл занимация жүргендерге 6 подход рабочий жетеді. 3 рабочий подход астына, 3 рабочий подход үстіне. Сонымен негізі жетеді. Бірақ енді мен профессиональный уровеньдағы мен где-то 9 подход істеймін. Если 6 подход істедіңіз, тағы да 7-8-2 подход істеу керек болса, онда келесі упражнение разводы болу керек. Ең жақсы решение. Сейчас қалай істеу керек екенін көрсетем. Бірінші
Міне осымен болды, тренировкамыз развод істедік. Мен 9 подход істедім, бірақ сіздерге 6-7 подход жетеді грудьқа. Келесі енді біздің жаттығу, мен ойлаймын, арқаны көрсетемін келесі видеода. Соның арқаны тренировкасын тосыңыздар. Өзім арқа қай күн істеймін, сол күн түсіремін. Сау болыңыздар.